бармайды. Есіме далада қалады. Қарашалаңнан келе жатырмыз. Қарашалаңға мінекей Қарашалаң жолдары өздеріңізге белгілі. Мінекей тастар төсеп қойыпты. Жолдары әлі өзгеріс жоқ. Бірақ кеше басшылықтың айтуы бойынша осы көшені жөндеуге конкурс жарияланған. Жағдайы алдағы уақытта жасалады деп бізге айтқан болатын. Яғни кешегі жолдаудағы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлының 2025-ке дейін, яғни жолдардың барлығы 95% жөнделу керек деп айтқан болатын. Бұл көзілдіріктің әркез назарында болады. Сондықтан Қарашалаң халқының жолын ертерек жөндеп беруді сұраймыз. Біздің енді білікті өзіміздің басшымыз Нұрлыбек Машбекұлы ағамыз тұрғанда осындай елдің етегіне алаңдаған азаматтар ауылдың халқын бүйтіп сандалтып бұлай әбігерге салмайтынына біз сенеміз. Сондықтан барлығы біздің көзілдіріктің назарында. Құрметпен Жасбос арнайы